Құрметті менің оқушыларым, сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздерге 3-ші сыныпқа арналған разрядты қосылғыштардың қосындысы тақырыбында сабақ түсіндіретін боламын. Жануарлар мен өсімдіктер әлеміне күн райының әсері. Бірінші тапсырма. Шөл далада жауын-шашын аз түскендіктен онда ерекше өсімдіктер өседі. Ондықтары, бірліктері жоқ 3 таңбалы сандарды тауып, оларды жаз. Сонда сен Қазақстанның шөл даласында қандай өсімдіктер өсетінін білетін боласың. Басқа да өсімдіктердің өсу ортасы туралы ақпарат ізде. Енді бірінші тапсырмаға тоқталайық. Бірінші тапсырмада шөл далада бірлігі де, ондығы да жоқ болатын сан бізде 300. Яғни сексеуіл, шөл далада сексеуіл өседі екен. Бірлігі де, ондығы да жоқ 600 деген сан, бұл бізде бетеге. Бетеге деген біздегі шөп, бұл да шөл далада өседі екен. Бірлігі де, ондығы да 0-ге тең 400 деген сан тікен. Енді жүзген деген бізде ағаш, бірлігі де, ондығы да 0-ге тең 800. Яғни оларды өсу ретімен жазып қойдым. Шөл далада сонда сексеуіл, бетеге, тікен, жүзген өседі екен. Екінші тапсырмаға тоқталайық. Жүздікті үлкен шаршымен, ондықты кіші шаршымен белгіле. Яғни жүздікте, бір жүздікте 10 кіші шаршы бар. Мен осы қосу түрінде жазып шықтым. Яғни бір шаршы деп отырғанымыз ұзындығы да ені де бірдей 4 бұрыш. Ұзындығы да 3-ке тең, ені де 3-ке тең. Шаршыны осылай белгілейміз. Бір жүздікте, яғни бізде 10 шаршы шығады екен кішкене. Түсінікті деп ойлаймын. Келесі тапсырма. 3-ші А тапсырма. Разряд дегеніміз не? Разряд дегеніміз сандарды жазудағы цифрлардың орны. Ә тапсырмасына тоқталайық. 135 деген сан 1 жүздік, 3 ондық, 5 бірлік. Яғни 1 жүздікті 100 деп, 3 ондықты 30 деп, 5 бірлікті 5 деп жазуға болады. Енді астына тапсырмаға сүйенетін болсақ, 135 сантиметрді метр, дециметр, сантиметрмен де жазуға болады екен. 1 метр қосу 3 дециметр қосу 5 сантиметр түрінде жазуға болады екен. Төртінші тапсырмаға тоқталайық. Түсіндір және есепте. Бізде 400 қосу 50. 4 жүздік, 5 ондық, яғни 450 шығады екен. 400 қосу 5, 4 жүздік, 5 бірлік, 405 сан шығады екен. 450-де 450-ге 5 қосатын болсақ, 455 саны шығады екен. 670 азайту 70, бізде 600 деген сан шығады, яғни 600-дік. 677 азайту 7 тең болады 670. 677 минус 600 тең болады 77. Яғни бұл жерде бірліктің астына бірлікті, ондықтың астына ондықты, жүздіктің астына жүздікті қойған кезде бізде 77 саны шықты. 509 азайту 500 болған кезде 9 деген бірлік шығады. 590 минус 500 тек 90 болады екен. 590 минус 90 тең 500. Келесі, 4-ші Ә тапсырмаға тоқталайық. Жауабын сантиметрмен өрнекте. 4 метр, 5 дециметр, бізде 400 сантиметр қосу 50 сантиметр, 450 сантиметр болады. 4 метр қосу 5 сантиметр, 400 сантиметр қосу 5 сантиметр, 405 сантиметр. 4 метр, 5 дециметр қосу 5 сантиметр, ол бізде 450 сантиметр қосу 5 сантиметр тең болады 455 сантиметр. 6 метр, 7 дециметр, 7 сантиметр, азайту 7 сантиметр, 677 сантиметр, минус 7 сантиметр, 670 сантиметр.
6 метр 7 дециметр 7 сантиметр азайту 6 метр 677 сантиметр минус 600 сантиметр тең болады 77 сантиметр. 6 метр 7 дециметр азайту 7 дециметр 670 сантиметр азайту 70 сантиметр тең болады 600 сантиметр. 7 метр 89 сантиметр азайту 9 сантиметр тең болады 789 сантиметр азайту 9 сантиметр тең болады 780 сантиметр. 7 метр 8 дециметр 9 сантиметр азайту 80 сантиметр тең болады 709 сантиметр. 789 сантиметр азайту 7 метр тең болады 789 сантиметр азайту 7 700 сантиметр тең болады 89 сантиметр. Жерде түсіндіре кетейін. 1 метрде 100 сантиметр бар. Мына жерде 4 метрден 400 сантиметрдің шыққаны сол себепті. 1 дециметрде 10 сантиметр бар. Яғни 5 дециметрде 50 сантиметр. Сантиметр төгізе 450 сантиметр болады екен. Қалғандары да дәл солай орындалады. Келесі 5-ші тапсырмада, біздің 5-ші тапсырмамызда сандарды разрядты қосылғыштардың қосындысы түрінде көрсет дейді. 354, 300 қосу 50 қосу 4, яғни 3 жүздік, 5 ондық, 4 бірлік. 642, 600 қосу 40 қосу 2 тең болады 600-дік қосу 4 ондық, 2 бірлік. 438 тең болады 400 қосу 30 қосу 8 тең болады 4 жүздік қосу 3 ондық қосу 8 бірлік. 571 тең болады 500 қосу 70 қосу 1 5 жүздік 7 ондық 1 бірлік. 634 600 қосу 30 қосу 4 тең болады 6 жүздік 3 ондық қосу 4 бірлік. Бізде қалып қойған бір сан қалыпты. 6-шы тапсырма 829 800 қосу 20 қосу 9 8 жүздік қосу 2 ондық қосу 9 бірлік. Осылай жазуға болады екен. 7-ші тапсырмада сан сәулесін сыз теңсіздікті таңда, сан сәулесінде оның шешімдер жиынын белгіле, кез келген 5 мәнді жазып шық дейді. Ал енді бұл жерде біз бірінші мына теңсіздікті жазып шықтым. Сан сәулесіне салған кезде 200-ді ашық қылып қоямыз. Өйткені бізде үлкен деп тұратын болса ашық белгісін қоямыз. 200-ді белгілейміз. X 200-ден үлкен болғандықтан оңға қарай жүреміз. Оңға қарай бізде өсу процесі. Өсу процесінде плюс болады, кему процесінде минус болады. Ал енді екінші жағдайда 300-ден кіші деген, яғни 300 кіші x-тан деп сол теңсіздікті алған кезде 300-ді белгілейміз. 300-де бізде ашық болып тұрады. Белгіледік санны өсіне қостық. Содан кейін бізде x кіші болғандықтан солға қарай жүреміз, яғни минус болатын болса солға қарай жүреміз. Келесі 8-ші тапсырма. Қима қағаздағы өрнектерді пайдаланып тура теңдіктер мен теңсіздікті құрып жазып шық дейді. Енді мен теңдіктерді жазып шықтым. Енді теңсіздікті жазайық, қалған сандардан теңсіздікті жазып көрейік. Бұл жерде теңдік болып тұрған сандар 15-ті 3-ке бөлетін болсақ 5 болады, 10-ды 2-ке бөлетін болсақ 5 болады. Бұл бізде теңдік болады. 9-ды 2-ге көбейтеміз, 18 болады. 6-ны 3-ке көбейтеміз, бізде 18 болады. 18-ді 6-ға бөлетін болсақ 3 болады. 12-ні 4-ке бөлетін болсақ 3 болады. Бұл біздегі
теңдіктер, тура теңдіктерді түсіндіріп тұрмын. Енді теңсіздіктерге мысал келтірейік. Бізде қалып қалған сандар 3 көбейтілген 7, 8, мына екеуін салыстырып көрейік. 8 көбейтілген 4. Енді мына жерде бізде 21 деген сан шығады. Мына жерде 8 жердегі 4-ім 32 болады. Сонда бұл жерде үлкен таңбасы қойылады екен. Енді қалып қалған тағы да бізде мына екеуі көрсетіліп тұр екен. Осы екеуінен теңсіздік құрастырып көрейік. 7 көбейтілген 2, 18 бөлінген 2. 7 жердегі 2-ім 14 болады екен. 9, мына жерде 18-ді 2-ге бөлетін болсақ 9 болады. Ол бізде үлкен болады екен. Келесі 9-шы тапсырма. 9-шы тапсырмада көрсетілген өлшем бірліктерді өрнекте дейді. 1 центнерде көрсетіп қойдым 100 килограмм бар. Яғни 300 килограммды бірінші центнермен, одан кейін килограммен жазып шық дейді. 300 килограммда 3 центнер 50 килограмм бар. Келесі 3 центнер 80 килограммда 300, яғни 3 центнерде 300 килограмм бар. Оған 80 килограммды қосамыз, сол кезде 380 килограмм шығады екен. 300 килограммды центнерге айналдыратын болсақ 3 центнер болады екен. Келесі 2 центнер 5 килограмм, 2 центнерде 200 килограмм бар. Оған 5 килограммды қосамыз, сол кезде 205 килограмм болады екен. 2 центнер 40 килограмм, 200 центнер қосу 40 қосамыз, сол кезде 240 килограмм болады екен. 1000 килограммда 10 центнер бар екен. Келесі 207 центнер 70 килограмм бар екен. Келесі 2 центнер 9 килограммда 200 қосылған 9 тең болады 209 килограмм. 2 центнерде 200 килограмм бар.